Сәлем қыздар, бүгін қамыры өте жұмсақ, мұздатқышта 6 айға дейін сақтауға болатын үгітілмелі қамырдың рецептімен бөлісетін боламын. Үй температурасында еріп тұрған сары май, осы сары майдың үстіне 20% қаймағымызды салып, барлығын жақсылап араластыратын боламыз. Екеуі бір-біріне әбден араласқанша. Кейін үстіне осылай бір ас қасық тұз салып, тағы да жақсылап араластырып жібереміз. Кейін үстіне осылай кесемен салатын болсаңыздар, онда үлкен кесемен 3 кеседей ұн саласыздар. Сосын барлығын жақсылап араластырып қамыр илейміз. Міне араластырып, жақсылап жұмсақ қамыр илеп алдық. Енді 30 минутқа мұздатқышқа тындыруға қоямыз. Осы кезде салмасын әзірлейміз. Салмасы бізде 200 грамм тартылған ет болса, 200 грамм бізде пияз болу керек. Сол кезде біздің салмамыз өте дәмді болады. Осындай кристалл салсаңыздар да болады. Салмасына өте тәтті болады. Енді міне біздің қамырымызды осылай 30 граммға бөліп алдым. 30 граммға 30 грамм салма саламыз. Бәрі бір-бірімен ровно болса, біздің самсамыз дәмдірек болады. Міне осылай өлшеп салып, және де түйу өздеріңізге байланысты. Қалай түйгілеріңіз келеді? Мен мына жерде самсаларды өріп жатырмын жан-жағын. Міне осылай. Қазір менде самсалар қатып тұр. Осылай қатырып қойып, керек кезде шайға ысылай бетіне жұмыртқа салып 180 градуста пісіріп аласыздар.